Сәлеметсіздер ме? Егер соғым алған болсаңыздар, қонақ күтерде тек ет асып жүрсеңіздер, осы рецепт сіздер үшін. Қазы мен қамырмен жасалатын мұрынның мазасын алатын қуырдақ. Қазанда майды қыздырып алып, қазыны бірнеше сүйекті салып, артынан бар етімізді салатын боламыз. Етті тура өз қалауыңызша, мен орташа турадым. Отбасымызда 3-4 адам болған соң, осындай мөлшерде ет алдым. Сіздер қонақ санына қарай көбейтесіздер. Қазанның қақпағын жауып қойып, біраз уақыт қатты газдың астын көтеріп қойып, қуырамыз. Одан кейін араластырып, қақпақты жауып, баяу отта уақыт су тартылғанша бұқтырамыз. Еттеріңіз тұзды болса, сүрленген болса, тұз бая қойсаңыздар болады. Егер тұзы аз болса, онда осы кезде тұз қосып жіберіңіздер. Осындай кішігірім нан илеп алдым. Енді тындырып қоямыз. Мен кішкентай 12-13 картоп, чеснок, пияз, жарты сәбіз және әсемдік үшін қызыл бұрыш қосамын. Етіміздің суы тартылған соң, жарты шынадан көбірек су құйып, баяу отта қақпағын жауып қойып, бұқтырамыз. Және де етіміз 40-45 минут қуырылған соң, осындай пияз салып араластырып қойып, тағы да 10-15 минут қуырамыз. Пияз суын берген соң, сәбізді осылай турап алып саламыз. Және де мен болгар бұрышын қосамын. Егер сіздің отбасыларыңызды ұнатпаса, балалар қоспасаңыздар болады. Бұрыш қоспасаңыздар, нағыз қара қуырдақ болады. Сәбіз жұмсарған соң, картоп пен чеснок саламыз. Дәмін көріп тұз, ұнататын дәмдеуіштер қара бұрыш қосамыз. Қамырды жұқа етіп жайып аламыз. Одан кейін бетіне сұйық майды қатты көп емес, аз-аздан жағып шығып, осындай бөліктерге кесіп алып, ортасынан кесіп, 4 бұрышты формаға келтіреміз. Және қамырымызды біріктіріп, қазанымыздың үстіне, еттің үстінен салып шығамыз. 10-15 минут бұқтырамыз. Қазанға 1-1,5 кесе су құйып, қайнатып алып, қамырды тізіп шығамыз. Дайын болған соң, өстіп қамырды тарелкамызға жайып аламыз. Қазымызды турап алып, бетіне салмамызды саламыз. Тұздалған ет пен қазы өте жұмсақ. Смагымен суы тартылып кетпей, қамырға салмасынан салып жеуге не жетсін. Мені қолдап тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.